Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен академик Филатовтың рецепт бойынша әлсіз көру үшін қарапайым қоспаны дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап лайк қойды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет. Егер маманың мақұлдауы алынса, онда неге дәстүрлі медицинадан оның ішіне көру қабілетін жақсарту үшін бір нәрсе көрмеске? Мысалы, істеудің бірнеше әдісі бар. Көздің көру қабілетін жақсарту үшін белгілі бір көз жаттығуларын жасау арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Енді академик Филатовтың рецептіне оралайық. Ингредиенттер. Сіз дәмді рецепт үшін қорықпауыңыз керек, өйткені біз тек дәмді және пайдалы компоненттерден қолданамыз. Бұл рецепт тек қана көзіңізге ғана пайдалы емес, басқа да органдарыңызға өте пайдалы болып келеді. Бірінші, алоэ шырыны 100 грамм. Дәмді деп айтуға болмайды, бірақ қалған компоненттер дәл солай. Жаңғақ тазартылған 500 грамм, бал 300 грамм және 3-4 лимоннан сығылған шырын. Бұның бәрін жақсылап араластырып, нәтижесінде біз жағымды әрі пайдалы қоспаны аламыз. Қабылдау қалай? Менің ойымша, өзіңізге десертке ұқсас дәрі-дәрмекті жеуге мәжбүрлеу қиын болмайды. Бұны тамақтар алдында 30 минут бұрын десерт қасықта күніне 3 рет жасауға үйретіңіз. Көру жақсарғанын сезгенше оны жеуге болады. Осы рецепті айтпақшы, бұл құрал тек көзге ғана емес, бүкіл денеге пайдалы болады.